Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өз есімдеріңізді Марс ғаламшарына жіберуді үйретемін. Бізге Google-ға кіріп, отправить имя на Марс деп жазамыз, және де кіреміз. Осында алғашқы тұрған сайт mars.nasa.gov сайтына кіреміз. Мінекей ашылды. NASA'ның сайты. Осында name дегенді басамыз. Мынау бірінші тұр, мына жерде name. Name'ға кіреміз. Name'ға бастық. Енді first name'ға біз өз атымызды жазамыз. Мен Мағжан дедім. Last name'ға фамилияңызды жазасыз. Мағжан Кемалов. Мінекей, first name'ға Мағжан, last name'ға Кемалов болды. Locationға елімізді таңдаймыз, астына түсеміз. Және осында Қазақстанды таңдадық. Postal код, почтовый индекс менің тұрғылықты мекенжайыма байланысты. Мысалы, сіздер өздеріңіздің postal код дегенге почтовый индекстеріңізді тапқыларыңыз келсе, Google-ға почтовый индекс деп жазасыз. Мысалы, бүйтіп көрсетейін сіздерге. Жаңа вкладка ашамыз. Мысалы, менің тұрғылықты жерім Таукент. Сіздердікі мысалы Шымкент бола ма, Астана бола ма, Алматы бола ма, қаланы жазасыз. Одан кейін почтовый индекс дейсіз. Почтовый индекс. Мінекей кірдік. Біздің Таукент елді мекенінің почтовый индексі 161003 екен. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Әр қаланыкі өзіне тән болады, бір-біріне ұқсамайды. Мен енді сол почтовый индексті мына жерге жазамын. 161003. Готово. Email. Бұл жерге өздеріңіздің электронный почталарыңызды жазасыздар. Мағжан Кемалов @gmail.com. Мінекей, мынаны басамыз, галочка қоямыз, сіздерге почтаға хат жіберу үшін олар. Мінекей, көргендеріңіздей, first name Мағжан, last name Кемалов, елді таңдағанда Қазақстан, немесе көрші елден болса, өз елдеріңізді жазасыздар, және де почтовый индекс. Мына жерге электронный почтаны жазып, галочка қоямыз да, send my name to Mars батырмасын басамыз. Мінекей, міне маған мынандай әдемі сертификат берді. Мағжан Кемалов деп әдемі тұр. Бұл 2026 жылы ұшырылады. Бұл жерде бізде не ол? Спутник ұшырыламы? Спутник деп ойлаймын. Немесе толықтай білмейді екен мына жерде так английский қалай жазылған. Boarding pass, future Mars mission. Қысқасы, Марсқа миссия бұл. Спутник жібереді ма, ракета жібереді ма, толықтай білмеймін. Бірақтан сіздің атыңыз баратынына сенімді болыңыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай әдемі сертификат берді. Бұны өздеріңізге тартып алуға болады. Downloadты бассаңыздар, скачать етіп болады. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай. Болды. Мен өзімнің сертификатымды тартып алдым. Осылай оңай тіркелеміз. Достар, мен бұл не мақсатта ұшып бара жатқанын ерінбей көрдім. Қазір бағана мақсатын білмеймін деп айтқан едім. Соны түзегім келіп тұр. Бұл миссияның аты Mars Sample Return Mission деп аталады. Ғаламшар аралық космостық экспедиция Марсқа.
Оның мақсаты Марстың топырағын алып, жерге әкеліп анализ жасау. Миссия 2026 жылы басталады. Және де топырақты алып болғаннан кейін 2031 жылы жер ғаламшарына қайтып келеді. Өздеріңіз көргендей, бұл өз атыңызды Марсқа жіберу оңай. Бұл ойлайсыздар ғой, ракета қашан ұшады, қашан спутник жетеді деп. Уайымдамаңыздар, НАСА өте ірі ұйым болып есептелінеді Америка құрама штаттарындағы. Мен осыдан 4 жыл бұрын ба өз атымды күнге жіберген болатынмын. Мінекей осы жолы өздеріміздің атымызды Марсқа жіберетін мүмкіндік туылған. Сол себепті пайдаланып қалайық, жақындарымызға жіберейік, видео ұнаса лайк басайық, комментарий қалдырайық, және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпайық. Сау болыңыздар.